Өңірімізде жұмысшы мамандарды дайындау бойынша кәсіби колледждерде атқарылып жатқан жұмыстардың оң нәтижеге жеткен 1-2 үлгісіне тоқталып өткім келеді. Оның ішінде колледжде қазір 57 жоғары сынып оқушылары мектеп бағдарламасымен қатар мамандық алып шығуына үлкен жағдай жасалып отыр. Бұл пилоттық жоба негізінде 2029 жылға дейін жүзеге асатын жоба. 1 жыл жарымның ішінде аталған оқушылар өздерінің орта білімімен қатар кәсіби мамандықтарына да қол жеткізіп шығады. Бұл осы нәтижелігін танытса, алдағы уақытта кең көлемде қолдануға үлкен мүмкіндік береді. Сонымен қатар ең үлкен жұмыстардың бірі бұл 2000-нан астам студент 483 өндіріс орындарымен бірге дуалды оқытуға қол жеткізіліп отыр. Бұл дуалды оқытудың негізгі ерекшелігі сол білім өзінің теориялық білімімен қатар практикалық негізде шыңдай отырып, алдағы уақытта жұмысқа орналасу мүмкіндігімен сол өндіріс орындарына өзінің біліктілігін, кәсібилігін өндіріс орындарының басшыларына, сол жұмыс берушілерге дәлелдеуге қол жеткізеді. Яғни білім мен сол практиканы екеуін қатар меңгеріп алып шығады. Бұның өзі сол жұмысшы мамандарды дайындауға жасалып жатқан үлкен оң мүмкіндіктердің бірі.